Гүлназия, саған қандай көліктер ұнайды? Олжас, жалпы өз басым көлікке қызықпаймын, дегенмен оның жаңа болғаны дұрыс қой. Гүлназия, дәл осы жылы алғашқы рет шетелдік көліктер Қазақстанға жеткізіле бастады. Алайда оларды тек қалталы азаматтар ғана иемденетін. 1993 жыл Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 2 жыл. Алайда халық арасында жұмыссыздық, әлеуметтік мәселелер өршіп тұр. Дүкенде ұзын сонар кезек, адамдардың қолында құнсызданған қап-қап ақша. Өкініштісі, ақшаның саны көп болса да түк ала алмайсың. Ол кезде ақшаға не беретін? Ұн, қант, күріш деген сияқтыларға. Мысалы, бір мешок 50 келік ұн беретін болса, оны 10 әртіске бөліп аламыз. Сол күріш болсын, соның бәрін бөліп концерт қоямыз. Бірақ та 90 жылдағы халықтың көңілі өте жақсы, сондай төзімді болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары өнер адамдары үшін оңай болған жоқ. Талай сахна саңлақтар өнертаста базарға шығуға мәжбүр болды. Кейбір қиындыққа қарамастан халықтың көңілін аулауға тырысқан. Мен өз көзіммен көрдім, үлкен оқу орындарында, университеттерде, институттарда сабақ беріп жүрген, сол кездегі атағы дардай, атағы жер жаратын мықты академиктер, профессорлардың өзі базарда тұрып картошка сатып тұрған кезде шынын айту керек, менің жаныма қатты бататын. Әртістердің өзі, мықты мен деген әртістердің өзі базарға шығып кеткен жағдай болды. Айта кететін тағы да бір оқиға. Бұл жылы Ресей өзінің жеке валютасын шығарған болатын. Ал Қазақстан мен Тәжікстанда әлі де кеңес заманындағы ақша айналымда болды. 1993 жылы 1 доллар 3000 рубльге тең еді. Қазан айында Қазақстан өзінің төл теңгесін шығарады. Оны елбасының өзі халыққа таныстырады. Вот теңге. Жаңа теңгені мен Шымкентте қарсы алдым. Қалтаңда ақша бар сияқты, алайда теңге жоқ. Сонда бар ақшамыз түк болмай қалды ғой. Сонда есімде қалғаны, көшеде тұрып такси ұстадық. Жүргізушіге көп ақша береміз. Бізді ала кетші дегенімізде, ол бізге "Маған бұл ақша керек емес, теңге керек" деп айтқан. Осындай қызықты оқиға болған. Бұл жылдары көрші елдердің жағдайда мәз емес болатын. Шешенстанда оқ атылып, Ресеймен қақтығыс басталды. Бұл екі ел арасында қақтығысқа Қазақстанның да қатысы болды. Ақпарат көздеріне сенсек, Қазақстанның ішкі істер саласының шенді қызметкерлері Шешенстанға заңсыз, жасырын түрде мыңдаған қару-жарақты жеткізіп отырған екен. Оның ізін кесумен ең мықты деген тергеушілер айналысып әшкерелеген. Алайда нақты қанша оқтың, қару-жарақтың кеткені әлі күнге дейін белгісіз. 1993 жыл осындай оқиғалармен есте қалды. Қиыны мен қызығы қатар жүрген жыл қазір біз үшін тарих.